Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Аружан, және де бүгін Pinduoduo приложениесі арқылы берген заказдарымызға распаковка болады. Осының келуіне, жалпы бүкіл заттардың келуіне 17 мың теңге төледік. Алдын ала кешірім сұраймын, если бір заттар таған ұнамай жатса. Ұрсысқа жетті. Распаковка кезінде жолдасым екеуміздің даусымыз жазылып қалған екен. Оларды әдейі өшірген жоқпын, қызықты болсын деп. Бірінші посылкамыздың ішінде қызыма алған комбинезон шықты. Бұның жалпы бағасы келумен бірге қосқанда 5 мың теңгедей шықты. 5 мың немесе 5,5 теңге. Бұл жерде приложениедағы бағасын қоятын боламын. Оны қазіргі курсқа көбейтіп, өздеріңіз теңгеге айналдырып алсаңыздар болады. Сапасы өте жақсы екен, көңілімнен шықты. 10 из 10. Келесі посылканың ішінде осындай зубная щеткалардың наборы шықты. Наборда 10 штук. Мен бұны үйге келетін қонақтарға алдым. Сапасы жақсы, өзінің бағасына тұрарлықтай. Келумен бірге примерно бір 700 теңгедей шығуы керек. Оны есептеп өздеріңіз көрсеңіздер болады. Келесі посылкада мен өзіме берген тарағым шықты. Тарақты қолданып көрдім, өте жақсы екен, шашты жылмайды. Өте керемет қарайды, ұнады маған. Келесі посылканың ішінде мен үйге берген тряпкаларым келді. 13 штук заказ берген, марлы, сапасы керемет. Алсаңыздар болады, маған өте қатты ұнады. В принципе, тряпка как тряпка. Қазақстанда да бар бұндай, бірақ маған осы жақтан берген арзанырақ және де ыңғайлырақ болды. Баламен үйден көп шыға бермеймін. Келесі посылкада заказ берген 10 пар нос киім шықты. Түрлері былай жақсы, качествосы да жақсы екен, бірақ материал маған онша қатты ұнаған жоқ. Себебі құрамында синтетика бар, мен синтетикасы бар носки вообще кимеймін, потому что денеме вообще жағымсыз. Біреуге потатить жеретін. Саған трусы алған ғой. Короче, продает сама осыны алтымен жасап. Вполне себе красивые. Мыналарым бәрі маған бар ма? Келесі посылкамыз, бұл менің қызыма алған колготкаларым. 3 штук. Качествосы деген өте қатты ұнады. Денеге жағымды, еще созылып, қыспайды. Өте жақсы, бұны алуларыңызға кеңес беремін. Иә? Және де носки. Мен қызыма бұл сәл үлкендеу, бірақ материал өте жақсы екен. Жып жылы, прям ұнады. Сапасы жақсы. Келесі осындай travel косметичка деймін. Жоқ, косметичка емес, шкатулка. Бұл мен негізі бежевый заказ берген, маған бірақ розовый салып жіберіпті, и продавец онша жақсы упаковать етіпті, сол себептен мыжылып кейбір жері дұрыс емес келді. Качествосы маған мүлде ұнаған жоқ. Кеңес бермеймін, алмай қойыңыздар. Немесе продавецқа жазып жіберіңіздер, жөндеу бұл упаковать етпесін деп. Бірақ упаковать еткеннің өзінде де качествосы маған мүлде ұнаған жоқ. Мына жерде клейлер көрініп қалған, өте нашар екен. Еще осыны екеуін заказ берген ғой. Енді продавецқа жазып керек, ауыстырып берсін, немесе ақшасын айтарсын, немесе келесіне скидка жасасын деп. Оны келесі видео салатын боламын. Қытайлар не деп жауап берген, қытайлармен қалай сөйлесу керек екен. Келесі заказ термос маған өте қатты ұнады. Сапасы деген өте жақсы екен. Алуға кеңес беремін. Еще оған чехол салып жіберіпті. Маған өте қатты ұнады. Тапсырыс берсеңіздер болады. Келесі посылка осындай 3 штук киім. Трусы. Енді трусы деп ұялмай қойын. Любой адам киеді. Качествосы мынау өте қатты ұнады. Прям жүп жұмсақ, хлопок екен 100%.
көріп қалсаңыздар, осыны обязательно заказ беріңіздер, маған өте қатты ұнады, денеге жағымды. Сосын қызыма осындай жилетка алдым. Бұны скидка кезінде алған болатын, бағасы өте төмен болды. 1000 теңге ма, 1500 теңге ма, или одан арзан, кажется. Качествосы жақсы екен, ұнады, қызыма кигізіп көрдім. Күшті екен. Мына ең үлкен коробканың ішіне қызыма алған ойыншықтардың наборы шықты. Набор өте жақсы екен, ішінде развивашканың түр-түрі бар. Ағаштан жасалған, краскасы қатты емес, сапасы өте жақсы екен, маған ұнады. Бізге доставкасымен бірге 5-6 теңгеге шықты. Где-то осының бір штугын 3000 теңгеден берген болатын бір жерден. Ойыншықтар сататын магазиннен. Видеом сіздерге ұнаса, лайк басып тұрып кетпеуді ұмытпаңыздар. Қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Екінші частьті күтіңіздер.